мынау Ұлытау не болмаса Әулиетау деген уақытында оның мағынасы Тәңірімен тілдесетін тау деген сөз. Сонда адамдар ең жоғарыға таудың үстіне шыққан уақытында Тәңірге жақындайды. Бұл тау жер мен көктің арасын қосып тұрған сияқты. Сондай сезім алады. Қазірде көкке жақындарымызды көтерілетіндер көп екен. Әсіресе Әулиетауға. Ол Ұлытаудың ең биік шыңы. Теңіз деңгейінен есептегенде өлшемі 1130 метрдей. Ал жаяу шыққанда жалпы ұзақтық 2 шақырымның шамасы. Аспанға жақын болатындай асқаралы тау емес, бірақ оны Тәңір өзі таңдаған дейді. Аңызда бір анық барын бүгінгінің ғалымдары да айтып жүр. Біздің әйгілі бір ғалымыз Виктор Зайберт деген кісі осы жерді 11-ші жылы зерттеп, мынандай тұжырымға келді. Мына қола дәуір кезінде осы 3000 жыл бұрын Сарыарқадағы тайпалар қасиетті бір жерге барып, соны тағзым ету керек еді. Мына Иерусалим сияқты, Мекке сияқты жерлер. Өздерінің кішкене ошақтары болды, бірақ бәріне ортақ бір жер болу керек. Ол жерде 3 шарт орындалу керек. Сол 3 шартты алмай жүрсем, сөйтсем осы жерде бар екен дейді. Әулиетау биігіне көтерілу барысында көретін табиғаттың таңғажайыбы тасты жарып шыққан қайындарда қайран қалдырады. Ел ішіндегі ендігі бір аңызда, осы таудағы әулие үңгірінде зороастризмнің негізін салушы дала пайғамбар атанған Заратуштраның аян алып ақиқат жолына түскен айтылады. Белгілі тарихшы археолог Виктор Зайберттің рухани орталық деп ой қорытуы осындай әпсаналар арқылы әлденеді. Дегенмен ғалым нақты 3 белгіні атап көрсеткен. Ол бірінші мына ауылдың шетінде орналасқан пенделер әлемі, яғни бір отырыңқы жаңағы ауылдың орны табылып отыр. Содан таудан аққан өзен ағып жатыр. Өзеннің бер жақ бетінде аруақтар әлемі, ол үлкен қорым жатыр бер жағынан жазықта. Ал енді өзен арқылы қайтқан кісіні өткізіп, күнделікті пенделіктен тазартып бойын осы аруақтар әлеміне келіп жерлейді екен. Енді бұл жерде 3-ші шарт бар. Бұл мына тау, Әулиетау, бұл Құдай әлемі дейді. Тау басында тас белгілер жиі кездеседі. Солардың бірінде 14-15 ғасырларда өмір сүрген Асан Қайғы ата деп жазылыпты. Абыз туралы аңызда желмая шөккен жері Ұлытау. Соған сәйкес мәңгілік дамыл тапқан мекені де осы өңір саналады. Нақтысында Әулиетау шыңы. Бұдан бөлек Қызылорда облысындағы Жетеулі қорымында жерленген дейтінде пайым бар. Мұны ұлы тұлғалар бір жерде туып, 1000 жерде өледі деген сөзбен өруге болар. Ал енді ғалым Виктор Зайберт келтірген ертедегі жұрттың танымы тұрғысынан таразылағанда Әулиетау шыңына әркім өте бермейді екен. Мына аруақтар әлемінен Құдай әлеміне өтетін әулиелер мен пайғамбарлар болған екен. Олар жаңағы таудан аққан өзеннен де таза судан өту керек. Ол осы екі ортасында болу керек. Жаңағы аруақтар әлемі мен Құдай әлемі. Ол мына біздің Ембұлақ, қасиетті Ембұлақ суы. Осы 3 шарт орындалған жер осындай қасиетті жер деп есептейді ол кісі. Ол кісі ғылыми соны дәлелдеп отыр.